Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода дүниежүзілік тарихтану бойынша 3-ші тоқсандағы 3-ші сабақ түсіндіретін боламын. Бұл бізде 6-шы сынып. Сабағымыздың тақырыбы Юнэл мен Токугава билігі батыс шексіз монархиясымен салыстыру. Шығыс пен батыс билік жүйелерінің салыстырмалы талдау. Жалпы бізде Қытай мемлекеті яғни билігі бойынша айтатын болады. 6-шы сабақта мен сіздерге оқушылар Англия, Франция, Ресейден айтқан болатындар. Оқу мақсаты батыс пен шығыстағы монархия формаларының сословиелік, өкілдік және шексіз билікті ажырату, саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру. Сабақтың мақсаты батыс пен шығыста монархия формаларының айырмашылықтарын түсіндіру және билеушілердің қызметін салыстыру арқылы саяси биліктің сипатын анықтау. Үйде көрсетілмейді, блок жасаптайды. Батыс пен шығыста билік түрлерін салыстырмас бұрын мен сендерге алдыңғы сабақта оқушылар жалпы батыс өркениетінің билікке, заңға, азаматтардың құқықтары және еркіндік басқаруға негізделген. Бұлардан негізгі ерекшелігі билік бөлінісі қалыпты заң шығарушы, атқарушы сот. Бұл жүйе барлық мемлекетте бар. Яғни президенттен кейін бізде парламент тұрады, парламентте бізде маңызды рөл атқарады қай мемлекетте болмасында. Азаматтық құқықтар мен бостандықтар қорғалады. Барлық мемлекеттен билік қоғам алдында жауапкершілікке сүйенеді. Жалпы билік формалары біз монархияда, яғни Англия, Франция, бұл ертеректе болған, қазіргі таңда ол жүйе жоқ монархия. Республика деген ұғым ақш, Франция революциядан кейін орын алса, конституциялық басқару, яғни батыста билік бір адамның қолында шексіз шоғырланбауға тырысқан. Яғни монархия деп отқанымыз әкеден балаға беріліп отқан ұғымда, әкесі өтсе, әкесі оны баласына беретін болған. Ал батыс елдерде бұл бір адамның қолында шоғырланбауға тырысқан екен. Жалпы шығыс елдеріндегі билік түрлері батыс елдеріндегі көбіне дәстүрге, деңгейіне, абсолюттік басқаруға негізделеді. Негізгі ерекшеліктерін тоқталатын абсолюттік монархия немесе императорлық билік болып саналады. Яғни бұл кезде бізде президент деген ұғым болған жоқ. Орта ғасырларда император, король деген болды. Яғни король деген ұғым Еуропаларда болса, император деген ұғым осы батыс елдеріне, батыс пен шығыс Азия елдерінде болды. Яғни билік мұрагерлік жолмен берілді, билеуші қасиетті аспан өкілі деп танылған екен. Қоғам иерархиялық тәртіпке бағынып, шығыста билік көбіне орталықтанып, халықтың саяси ықпалының шектеулі болды. Яғни мына жерде қарап отырсаң, батыс пен шығыстағы билік түрлері, яғни сословиелік өкілдік монархиялық батыста, ал шығыста шексіз билік формалары болды. Яғни батыста сословиелік өкілдік монархия дамыды, ал шығыста шексіз билік формалары қалыптасқан екен. Алайда бұл айырмашылықтар күрделі әлі көп қырлы болып табылған екен. Яғни сословиелік өтқанымыз өкіл монархия. Юнэл императорының билігі, яғни 1402-1424 жылдар аралығында, яғни бұл Қытайдың мен әулетінің ең қуатты билеушілерінің бірі. Билікке келу бұл 1402 жылы азаматтық соғыс арқылы таққа отырған алдыңғы императордан биліктен тайдырып, жалпы ішкі саясатта астанасы Нанкиннен Бейжіңге көшірілген. Осы Юнэлдің кезінде тыйым салынған қала салынып, мемлекеттік басқару күшейтіліп, конфуцийлік идеологияны қолдаған екен. Жалпы абсолюттік билік болды, бюрократтық жүйе қалыптасты. Юнэл император Мин династиясы ең қуатты билеуші болып, оның билігі шексіз көрініп, ол қытайлық мандарин жүйесі арқылы билік жүргізіп, бюрократиялық ақпаратқа сүйенген. Жалпы сыртқы саясатта Чжан Хэ басқарған теңіз экспедицияларын ұйымдастырып, Қытайдың ықпалы оңтүстік шығыс Азияға, Үндістанға дейін жеткен екен. Яғни Қытайдың осы кезде беделі артқан. Жалпы тарихи маңызы Қытайдың орталықтандырған күшті мемлекетке айналуы, әскери теңіз қуатының өсуі болған екен. Осы Юнэл императорының билігі тұсында.
Одан кейін бізде Токугава Сигундардың билігі 1603-1868 жылдары. Бұл Жапония. Яғни Токугава Сигунда Жапониядағы әскери феодалдық басқару жүйесі болды. Билік жүйесі ресми билеуші яғни император басқарған. Бірақ нақты билік Сигунның қолында болған екен. Ел феодалдық аймақтарға даими бөлініп, яғни ішкі саясатта самурайлар негізгі тірек. Самурайлардан қатаң әділдікті иерархия болды, яғни самурайлар, шаруалар, қолөнершілер, саудагерлер тәртіп пен тұрақтылықты орнады. Сигундада даими дейді, аймақтар деп бөлінген. Яғни Токугава режимі феодалдық құрылымға ие болып, даими феодалдары өз аймақтарын дербестікке ие болып, Сигун билігі абсолютті емес, дәстүрлі жапон әлеуметтік иерархиясын негізделген болатын. Жалпы сыртқы саясатта оқшаулану саясаты сакоку енгізіліп, шетелдіктерді елге кіргізуге тыйым салынған екен, тек Нидерланды мен Қытайға шектеулі сауда ашылып берген екен. Нәтижесінде 250 жылдан астам бейбіт кезең, бірақ техникалық артта қалу байқалды. 1868 жылы Мэйци төңкерісіне сигунаттар құлаған болатын. Жалпы қорытындылайтын болсақ, шығыс билігінің ерекшелігі, яғни шығыс монархиялары батыстың социалистік жүйесіне қарағанда әртүрлі шектеулерге ие болып, дәстүрлі конфуций, эстетика, бюрократиялық жүйе, әлеуметтік иерархия билігі шектелді. Яғни батыс заңға, парламентке, азаматтық қоғамға сүйенді, шығыстар дәстүрлі орталықтанған және де абсолюттік билікке негізделсе, юнал император Қытайдың күшейткен реформатор болса, Токугава Сигундары Жапонияға тұрақтылық берген, бірақ оқшауланған билік болды. Енді тапсырма сіздерге картамен жұмыс, карталарыңыз бар, барлығы ұш сіздерде. Қытаймен көршілес елдер, яғни Қытай мемлекеті осы кезде кімдермен көрші болды және де қандай байланыста болғандығы картаға жазып, картаға белгілеп жазсаңдар болады. Көршілері қандай байланыс болған, дипломатиялық па, сауда байланыс па, экономикалық байланыс па, қандай байланыс болды жазып орындайсыздар. Одан кейін біздер мәтінмен жұмыс, жұптық қасыңыздағы жұбыңызбен халықтың шапқыншылықтары, чужендер, Қытайға кайфунды цин деген осы қажет сөздерді пайдаланып отырып, алайда басқару аппаратының шектері ұлғайып кетуі және де алынатын тиісті сөздер болсын мәселелері салықтың өсуі елдің ішкі жағдайына кері әсер етеді. Осы жағдайдың пайдаланып елдің солтүстігінде көшпелі тайпалар керек сөздер жасай бастады. Солардың бірі 12-ші ғасыр ортасында керек сөздер атты мемлекет құрып, қауіпін төндіріп, 1127 жылы чужендер Сун империясының астанасында қайғаны басылған жазды. Тұлғалар туралы әңгімелесті. Мана бізде екі тұлға, біреу Жапония, біреу Қытайдың билік басына отырғанда, соны тавастада және де сол туралы әңгімелестер. Осы оқушылар бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл 3-ші сабақ, келесі видеода 4-ші сабақ сағатын боламын. Сау болыңыздар.